Сәлем қыздар, сіздермен бірге Төребек Әлия. Бүгін сіздерге бұқтырылған балықтың рецептімен бөлісемін. Менімен бірге бұл тағамды міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, күшті болып шығады. Алдымен бізге жуылып, тазаланған балықтарымыз, осылай балықтың басы, құйрығы, жан еттері және мұнда шуа, сарымсақ, қызанақ, болгар бұрышы, картоп, сәбіз барлығын турап ашып дайындап алдым. Алдымен қазанымызға кішкене сұйық майымызды құйып, оның үстіне балығымызды саламыз. Балықты салып болған соң осыған кішкене тұз сеуіп, тағы да екінші қабат балықтарымызды саламыз. Қыздар, барлығы видеода көргендей қылып істейсіздер. Осылайынан слойынан саламыз. Тағы да осы балықтарымызға тұз бен бұрышымызды сеуіп, енді осының бетіне жаңағы жуамызды қоямыз. Домалақтап туралған. Барлығын рет-ретімен салып шығамыз қазанымызға. Жуадан соң сарымсақтарымызды, одан соң қызанақтарымызды қоямыз. Қызанақтардан соң болгар бұрышын саламыз. Қыздар, мұнда менде қызанақтар, болгар бұрышы барлығын жаздан қатырып алғанмын. Сіздерде де осындай болгар бұрышы, қызанақтар болса, қоса берсеңіздер болады. Осыдан соң сәбіздерімізді саламыз бетіне. Одан кейін картоптарымызды барлығын осылайынан рет-ретімен салып шығамыз. Қыздар, мен арнама жазылып, лайк, комментарий қалдыра кетіңіздер. Сіздерге тағы да көптеген қызықты рецептермен бөлісемін. Енді ең бетіне тұзымызды, қара бұрышымызды саламыз татымына қарай. Және мен лавр жапырағын қостым. Осындай шай кесемен бір кесе суымызды құйып, қазанымыздың бетін жауып, қатты отқа қоямыз. Суымыз қайнаған соң отымыздың астын жай басып, 40 минутқа бұқтырып қоямыз. Міне қыздар, менде дайын болып шықты. Картоптарымыз піскен кезде біздің балықтарымыз да толықтай піседі. Балықтың пісуі тез болғандықтан піспей қалмайды деп уайымдамасаңыздар болады. Барлығы да пісіп шығады. Алдымен картоптардың бетіне балықтарымды салдым. Бұл тағам өте дәмді болып шығады қыздар. Осы рецепті міндетті түрде жасап көріңіздер. Ешқандай да өкінбейсіздер. Ең күшті деген рецепттердің бірі.